Тіл ұлттың жаны, рухының үні, ең құнды дүниесінің алтын қоймасы. Жаман болады, обал болады, ұят болады. Сенің ата бабаңнан келе жатқан сен әдетіңді, ғұрпыңды, салтыңды неге сақтамайсың? Орынсыз сақал қойып, орынсыз оранып, әлемде философ көп. Абай дара, білімді болсын, саналы болсын, сауатты болсын. Қазақ деген міне мынандай. Сіздер қазақпын деп мақтаныңыздар. Мен қазақстандықпын деп мақтанайын, мақтанышта болайын. Баршаңызға сәлем, бұл Ойла подкаст. Енді бүгінгі шығарылымның қонағы қазақстандық ғалым, филология ғылымдарының докторы, қоғам қайраткері, еңбек сіңірген қайраткер, парасат орденімен және тіл жанашары құрмет белгісінің иегері Асыл Осман Әлиқызы. Асыл ханым, қош келдіңіз эфирімізге. Бүгінгі қонағымыз болып, осылай келісіп, сұхбат беруге келгеніңіз үшін көп рахмет сізге, мың алғыс. Рахмет жаным. Қазақта жақсы сөз бар, мәтел бар ғой. Ненің шөптің жақсы селеу, сүйдің жақсы елеу, елеу ескеріп шақырып, мына халқымменен жүздестірмесінде тілдестіруге шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Сол тыңдаушылардың, көрерменнің көңіліне шығып, сұхбатымыз жақсы болса, мен соған тілектесмін де, көрерменге армысыздар деймін. Ой, тамаша. Енді бастайық сұхбатымызды енді. Асыл ханым, енді сондай рухани әңгімені біз бастамас бұрын енді жалпы қысқаша ақпарат өтіп өтсек, енді әр қонаққа келіп сұраймыз ғой, енді қазіргі таңда немен айналысып жүргені, қандай қызметте деген секілді, сол туралы айтып өтсек, енді жаңалықтарды бастасақ ең әуелі. Жалпы қазір өміріңізде қандай өзгерістер болып жатыр, қандай қызметтер болып жатыр, қандай жауапкершілік алып жатсыз? Енді елімізде Құдайға шүкір, әйтеуір елдің қазақ атам заманнан тыныштықты, бірлікті, достықты, соны тілеген, елдің амандығын тілеген. Сол мен де бүгінгі таңда үлкенімізде, кішімізде, менің түсінігімде сол бір тыныштықтың, елдің бірлігін соны тілеп, сол тілекпенен жүріп жатқан жандармыз ғой. Ал енді оның арасында болып жатқан оқиғаларда кейбір келеңсіздіктер де болады. Тек алдыменен бастың амандығы, еліміздің тыныштығы, жеріміздің тұтастығы, осы бағымызда, бақытымызда болып тұр. Бұған Алла көп көрмесін, сол сонымыздан, жақсылығымыздан, тыныштығымыздан айырмасын да, ненің жеріміз тілінбесін, тіліміз бүлінбесін деп Алладан мен соны тілеймін. Өте жақсы. Енді мына биыл енді елеулі оқиғалар да болды, неше түрлі саяси тағы да басқа дейміз ғой, енді көптеген жақсы жаңалықтар да болды, кем тұстар да болды дейміз. Енді өзі жылды қорытындылайтын подкаст болып жатыр енді бұл жақта. Жақсы, жалпы енді негізі сұрақтарға көшетін болсақ, енді сіз тәуелсіздік алған жылдан бастап осы бізде бір мәселе бар, тіл мәселесі деген. Енді ол тіл мәселесінде өзіңіз басы қасында жүрген сондай азаматтардың бірісіз ғой енді. Жалпы енді қазір сұрасақ, енді қаншама жылдар өтті ғой енді сонау келе жатқаннан бері. Енді қазіргі тіл мәселесіндегі ахуал қандай, жалпы бізде әлі де өзекті мәселелер бар ма, жалпы қандай қалды, енді не шешілді, не шешілмеді? Өмірім, жаным, менің тіл ұлттың жаны, рухының үні, ең құнды дүниесінің алтын қоймасы. Тіл деген адалдықтың өлшемі де, ісі де. Тіл деген нағыз ар өлшемі. Егер сол тіліміздің ар, намыс болса, онда біздің арлы да, намысты да ұлт болғанымыз. Біздің тілдің ұлттың жаны екендігін ұлтты ұлт етіп көрсете білетін де осы тіл. Бірақ сол тілдіге ата бабамыз қазақ өзінің баяғыдан-ақ тіліне де, әдетіне де, ғұрпына да, салтына да ерекше мән берген. Соныменен керген. Тіліңіз арқылы сіз ұрпағыңызды да тәрбиелейсіз. Тіліңіз арқылы бәріне сол жеткізіп айтататын көмейдегі сөзбенен таңдағыдағы тіл.
тілдің құдіреттілігі Мұқағалидың өлеңінде де бар, ақындардың барлығын қазақтың айтқанында да бар. Тіл деген ол киелі дүние. Мен де мақтанышпен кейде айтам, тіл жүрген жерге күйе жұқпайды деп, кейде соған сүйеніп, қалқыма арқа тұтып, барлық шындықты айтам. Өз басым шындықты ақты ақ, қараны қара дегенді жақсы көрем. Өйткені қазақтың әрбір сөзі менің бойтұмарым. Төле бидің керемет жақсы сөзі бар: халқыңа әділ бол, дұшпаныңа қатал бол, досыңа адал бол. Неге ақты ақ деп бағалайық, қараны қара деп бағалайық, қара болса бәріміз қаралайық деген. Осындай нәрсені өзіме, өзек ойыма өзек етіп ұстаймын да, сол тілдің қай дәрежеде қандай болып жатқанына мен соны үнемі айтатыным сондықтан да. Кеңес үкіметінің кезінде де қазақ тілінде 19 түсіндірме сөздік шыққан. Сол сөздіктердің қатысушысының, құрастырушылардың бірімін. Сол кезде де ешбір түркі тілдес халықта 19 түсіндірме сөздік жоқ. Онда да қазақтың сөзінің барлығы оған толық қосылған жоқ еді. Кейін қалған сөздерді қосамыз деп, оны сол күйінде бір томдық етіп шығарамыз дегенде сондай әңгімелер болған, қосқандары да бар, қалғандары. Солай бола тұрса да, кеңес үкіметінің кезінде Москва, Ленинградтың ғалымдары академияның ғалымдары менен кеңесетін, несін ұстайтын. Мысалы, мен үнемі айтатыным, мысалы, морфологияның атасы менің жетекшім марқұм Ахмет Исқақ. Барлығы содан алған. Тілдің сондай құдіреттілігін де бәрін білген. Содан кейін қазақтың ауыз әдебиеті, фольклоры, ертегілері, батырлар жыр, баласын қазақ сондаймен тәрбиеледі. Бірақ енді кейін кезде заманына байланысты, саясатқа байланысты әртүрлі жағдайлар болған. Солай бола тұрса да қазақтың тілі мен қазақтың тілін айтып жатқанда, қазақтың тілі құриды, бітеді деген мақсатта айтып жатқан жоқпын жаным. Қазақтың тілі 7-ші ғасырда, 6-7-ші ғасырда алып арабқа да төтеп берген. 13-ші ғасырда тегеурінді моңғолға да төтеп берген. 19-20 ғасырда ормандай орысқа да төтеп беріп, өзінің сақтаған. Осы уақытқа шейін өзінің әуезділігінде. Енді оның тілдің ең негізгі мақсаты қолданыста. Қолданған жағдайда тіл өркендейді де, тіл дамиды да, тіл сол өзінің алға қарай жылжитынды да басатын. Ол үшін тілге не керек? Тілге қажеттілік керек, тілге талап керек, тілге сұраныс керек. Сол кезде адамда ниет, ықылас болады. Сіз балаңызды, мысалы, шетелге оқуға жібересіз. Сол шетелдегі ең қиын тіл хинди тілі менен Қытайдың тілі. Бірақ соны сіздің балаңыз игереді. Бірақ жылда игереді. Не үшін игереді? Өйткені орта бар, ол жерде қолданысқа қажет болған. Қажет. Ең негізгі қажеттілік. Содан кейін талап, сұраныс бар. Содан кейін бала ертеңгі абыройын ойлайды. Мен оқымасам, мына менге тілді меңгермесем, ертең мен оқи алмаймын. Ертең мен әке шешемнің алдында қарабет боламын. Өнен кейін ана жерде ұстазы талап етіп тұр, сұрап тұр, қажет болып тұр. Міне содан. Ал менің елімде ондай тілге қажеттілік болып тұр ма? Сондай сұраныс болып тұр ма? Сондай талап болып тұр ма? Содан кейін ешкімде де ниет болмай тұрғаны да сол. Енді сіздің негде келгенде мен кішкене жайылып кеттім ба? Ненің шын мәнінде келгенде кеңес үкіметінің кезінде қанша, тіпті 80-ші жылдары Никита Сергеевич Хрущевтің айтқаны, орыс тілін меңгерген адам коммунизмге жетеді деген. Ол кезде идеология күшті болды. Идеология күшті болып, ол идеологияны екпінен осы тілге түсірген. Сондықтан да орыстың тілі ненің қиын тіл болса да, менің қазағым сол талаптың, идеологияның мойын сұнғандығынан барлығы меңгерді. Егер шындыққа келетін болсақ, қазақ кейбір орыстан да, мен 2006 жылы Москвада конференцияда да айтқам, орыс тілі қиын болса да, бірақ сол қазақ орыс тілін бәрін меңгеріп алған. Қазақтың өзінен сол кезде де айтты ғой, ой, орыс тілде мемлекеттік тіл болсын дегендегі айқайымыз, шуымыз біраз болды. Енді орыс тілін білмейтін
қазақ болған жоқ. Бәрі де айтыр. Нан сұрап жеуге де болса да біледі. Ал ненің болса басқа ұлттың, мысалы ұйғырларың бар, татарларың бар, түріктерің бар. Олар екі тілді емес, екі-үш тілді біледі. Бұндағы тілді білсе де айтпай, меңгермей жүрген тек қана орыс отандастарым. Орыс тілді отандастарым оған нені мойынсынбайды. Оған өйткені бізде талап сұраныс жоқ. Біз мемлекеттің тілі, қазақтың тілі болғаннан кейін, ол баршамызға ортақ болу керек те, баршамыз білуге міндеттіміз. Борышымыз, азаматтық борышымыз. Мен баяғыда мақалада жазғам. Ненің тілді білмеген тіл ортақ болмай қоғам топтаспайды деген. Ең топтастырушы негізгі фактор осы тіл. Тіпті 2016 жылда, 2012-де ассамблея, Қазақстан халық ассамблеясының сессиясында тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та айтқан, мына қазақтың тілі ең негізгі үйістіруші фактор, единяющий фактор деп орысшасында айтқан, қазақшасында да. Сонда да бірақ оны біз ұстамадық қой. Егер шын мәнінде ұлттың тілі, мемлекеттің тілі, қазақтың тілі болғаннан кейін, оның ең негізгі ұйытқы, бәрімізге ұйытқы. Сол тілді білгенде ғана біз бір-бірімізбен түсінісе аламыз. Бірақ айту бар да, айтқан сөзімізбен ісіміз үйлеспей осы уақытқа шейін әлі созылып келе жатқаны міне сондықтан. Бүгінде сондай, әңгімелердің болып жатқанда сондай. Біздер ұға біліміміз керек. Ана тілі бар, әркімнің өз үшін керек, өз тіршілігі үшін. Ал мемлекеттің тілі ең барымыздың басымызды біріктіретін, ұғыстыратын, түсіністіретін жал осы мемлекеттің тілі, қазақтың тілі болғаннан кейін, соны барлығымызға ортақ білу міндетіміз, азаматтық борышымыз. Оны не түсіндіріп, ұғындырып, жұртқа да жеткізбей тұрмыз, не талап етпейміз, не тілдің қажеттілігін арттырмаймыз. Ана тілі деген ол жалпы есімде, ал мемлекеттің тілі деген, қазақтың тілі, ол жалқы есім. Неге ол қазақтың тілі, мемлекеттің тілі? Өйткені мына тұлпар жапсақ тұяғы мұқалатын, сұңқар ұшса қанаты талатын, байтақ даланың иесі де, киесі де осы менің қазақ болғаннан кейін ғана қазақтың тілі, мемлекеттің тілі болып отыр. Тіпті ата заңымызда да, тіл заңында да жазылады, ал жазылғанменен одан кейінгілер орындалады. Орыс тілі ұлтаралық тіл дейді, немесе ресми тіл дейді, өзге тілдің тілін дамытуымыз керек дейді. 7-ші баптың 1-ші тармағында қазақтың тілі мемлекеттік тіл деймізді, ол қалып кетеді, 2-ші, 3-шіні орындаймыз, ал 1-шіні өз дәрежесінде орындамаймыз. Бұл осы уақытқа шейін әлі келе жатқан нәрсе. Мені де ашындыратын, Құдайға шүкір, қазіргі кезде енді алға жылжуымыз бар, бірақ өз дәрежесінде емес. Қазақтың тілі 30 жылдан асқанда әлі өзінің тұғырына қонбай отыр. Кезінде 3 тұғырлы тіл дегенде, Назарбаевтың кезінде сондайда әңгіме шығып, 3 тұғырлы тіл, мемлекеттің тілі, ағылшын тілі, орыстың тілі. Сонда да сессияда, ассамблеяның сессиясында мен айтқанмын. Тұғыр деген сөз тек қана қазақтың тіліне ғана тән. Өйткені қазақтың өзінің елінде, жерінде тұрғанда тұғырына қонбай отыр. Қазақтың тілі ғана тұғырына қону керек. Тұғыр деген сөзді қазақтың тіліне ғана қолданамыз. Басқа тілдің барлығы да өз елінде, өз жерінде өзінің тұғырына қонып отыр. Деп мақалада жазған бәрін. Тұғыр деген сөз. Сонда мен бұның айтқанда өзге тілді білме, тек қана қазақ тілін біл деген бір адам жоқ. Менің де түсінігімде, өз басымда солай не қыламын. Сіз бірінші басымдықты мемлекеттің тіліне беру керек. Ол мемлекеттің тілі. Бізде бір жалғыз тіл болу керек, мемлекеттік тіл, қазақ тілі. Ол мемлекеттің тілі болғаннан кейін. Енді мен ағылшын тілі, экономиканың тілі білуіміз керек. Орыстың тілін біліп келдік, осы уақытқа шейін соны сақтай білуіміз керек. Оны тіпті қанша тіл білсеңіз, сіз сонша кез биік тұрсыз өзгеден. Қанша тіл білсеңіз, сіз сонша ұлттың өкілісіз. Абайдың керемет жақсы сөзі бар. Абай айтады, өзге тілді білу арқылы сіз өзге елменен, өзге халықпенен тең боласыз. Ойын тең бөлісе аласыз. Ана ұлттың жан дүниесін ұғасыз.
Қай тілде сөйлесеңіз, сіз сол тілге қызмет етесіз. Қай тілде сөйлесеңіз, сіз сол ұлттың жан дүниесін ұғасыз, түсінесіз. Адам деген сол тіл арқылы ғана. Толстойдың да керемет жақсы сөзі бар. Толстой айтады, барлық келеңсіздікті тек түсінісу арқылы ғана жеңесіз. Енді олай болатын болса, немен түсінісесіз? Тіліңізбен түсінісесіз. Тіл философиялық тұрғыда қатынас құралы, бірақ ол қатынас құрал ешкім оны жоққа шығармайды. Бірақ ол ұлттың жаны ғой, ұлттың үні ғой, ұлттық еті көрсететін ең негізгі белгісі ғой. Сіз де жұмырбасы пендесіз, мен де жұмырбасы пендеміз. Біреуді орыс, біреуді қазақ, біреуді Әзербайжан, сол тілі арқылы ғана көрінеді. Әйтпесе бәріміз де бір Алланың жаратқан құлымыз. Сондықтан да тіл деген мәселені ерекше мән беру керек те, тілге ерекше басымдық беру керек. Әсіресе қазақтың тілі осы қазақтың топырағында ғана қолданыста болады. Қазақ топырағында ғана, қазақ елінде ғана мемлекеттік тіл бола алады. Және сол осы тілде, осы елде ғана дамиды. Осы елде ғана қолданыста болады. Тілдің дамуы не? Тілдің дамуы тек қолданыс. Қазақтың тіліне не керек? Тек қолданыс керек. Біз өмірдің барлық саласында қолданбай келатырмыз ғой. 30 жыл болды осыны айтылып жатыр. Бірақ соны жүзеге асырмай жатырмыз. Енді бәрін айтты, бірін айт, коллективтің жырын айт дегендекте бәрінен де мемлекеттік тілдің әлі осы уақытқа шейін тұғырына қонбағандығы айдан анық. Осыны тұғырына қонса екен. Мен де айтуым керек, айтпасам жанып кетем жаным. Қазағыма боламын анық бөтен. Мен де бөтен болғым келмейді. Мен де осы елдің азаматы болғаннан кейін, осы елдің көктеп, өнген, өскенін жақсы көрем де, сөйтем де айтам, сіңірсем деймін еліме, маңдайдың терін ағызып, жасасам деймін тіліме, жүректің майын тамызық. Міне, тілдің осындай сезіне білуіміз керек. Мен сол қазақтың тілін білгеннен кейін, ол қазақтың өзінің бойындағы адами асыл қасиеті менен, мейірімі менен, қайырымы менен, адамгершілігі менен, кісілігі менен, жоқ боранда пана болғандығын, шілде ыстықта сая болғандығын, о жартыны жарып, бүтінді бөліп жегендіктен де, мен де сол қазаққа қайтарым бір болсын. Ешкімаса осы қазақтың жан дүниесін мен де ұғайын, мен де түсінейін, менден де бір қазаққа қайтарым болсын деп, осы мемлекеттің тіліне, ерекше қазақтың тіліне мән бергенім міне содан. Кейбіреулер әркім әртүрліше түсінеді, ой, сол болғаннан кейін жай айтып сөйтіп жатқан жоқ. Қазақтың бойындағы адами асыл қасиеті тумысынан таза, арамдықтан ада, қиянаттан шет, ешкімді бөлмейтін, жармайтын, алысты жақындататын, аразды татуластыратын, жет атасын жетік білетін, қаны да, жәні де таза. Міне сондықтан үнген қазақтағы керемет қасиет артта қалғанды ілгері сүйрет, жығылып жатқанды тұрғызады, құлап бара жатқанға сүйеу болады. Енді соным көріп, өсіп, сондай көрген мейірімді, мен де бір қолымнан келген дүниені осы халқыма, еліме қайтаруым керек қой. Сол қазақ артта қалғанды ілгері сүйресе, мен де бүгінгі таңда менің елімде артта қалып жатқан, кемшін тартып жатқан осы дүниесі деп, сол рухани дүниесі, анау-мынау дүниесі демес. Сондықтан мен де осыған ат салысып сөйтіп жүргенім. Әйтпесе елім үшін, жеке басым үшін емес. Елде болса ерінге тиеді. Шын қазаққа жақсы болса, маған да жақсы. Елім жақсы гүлденген болса, маған да жақсы. Біреу қазақтың мақтаса, мен де марқайып қалам. Біреу даттап жатса, онда менің де жүрегім ауырады, сыздайды. Неге? Себебі мен осы елде тұрмын. Мен мысалы сіздер біреу айтады, тарихи отаны дейді, анау дейді, мынау дейді. Мен ондай нәрсеге де онша мән бермеймін. Мен қай елде тұрмын? Қай елдің суын ішіп, топырағын басып жүрмін, сол менің отаным, сол менің елім, сол менің жерім. Ал соның барлығына ұйытқы болатын көмейдегі сөзбенен таңдайдағы тіл ғана. Ана деген сөзге тілі келмеген ана болып жарытпайды қыз балаң. Сүйем деген сөзге тілі келмеген сүйіктің болып жарытпайды ұл балаң. Тас мұқалып құм болады, темір тозады, адам өмірден озады, бәрі де кетеді. Тек әдебиетіңізді де, мәдениетіңізді де, тарихыңыздың да бәрін жеткізетін көмейдегі сөзбенен таңдайдағы тіл ғана. Осыған біз ерекше мән береміз. Қазақтың кереметтігі қазақтың тілінде, қазақтың рухында, қазақтың өзінің бойындағы адами асыл қасиетінде. Мен сол үшін де ар өлшемі тіл деймін.
Керемет. Енді келесі сұраққа көшсек, мына қазір енді тіл мәселесі бар дедіңіз ғой әлі де. Енді мынандай қызық бір қызық емес, енді жалпы елімізде мынандай бастама қолға алынып жатыр. Қазір енді Қазақстан Республикасының азаматтығын алғысы келсе, мысалы шетелдіктерден біреу келіп, немесе азаматтық енді алғысы келсе, оның қазақ тілі мен қазақ тарихынан тест тапсыру, емтихан тапсырсын деп жатыр енді. Енді осыған қатысты пікіріңіз қандай сіздің? Бұл бастаманы ертеден бері енгізу керек пе еді, әлде қазір орнымен, әлде орнықты болып жатыр ма, жалпы ойыңыз қандай? Өте бір керемет, жақсы дүние. Елін, жерін, ұлтын ойлаған адамның тапқан бастамасына мен бас иемін жаным. Әді де мейлі, қазақ айтады ғой, ештен кеш жақсы дейді. Кеш болса да ұйымдастырғанына, осыны бастағандарына құп көремін. Бірақ мұны біз тәуелсіздікті алған күннен бастауымыз керек еді. Енді дегенмен осы уақытқа шейін біздегі бір жақсы қасиет өзгенің көңіліне қараған. Бірақ мемлекеттік тұрғыда келгенде өзгенің көңіліне қарап жалтақтағанымыз жақсы емес. Қазақтың өзінің мен ата бабалары дала данышпаны болса, бүгінгі ұрпағы алаш болса деймін. Алаш ұрпағы болса екен деп соны армандаймын. Сол бір ұлықта сен біреуді қорламайсың, сен біреуді зорламайсың, ешкімге қиянаттық жасамайсың. Бәрі қанша біздерді мысалы еріксіз айдаған, еркін өмір сүріп жатырмыз ба? Олай сондай болғаннан кейін осы талапты бұрыннан ақ қоюымыз керек. Біздің есігіміз де ашық, тереземіз де ашық жаным. Сол сондықтан да мынандай талап болмағаннан кейін анау да келіп кіріп жатты, мынау да келіп кіріп жатты. Тіпті дін жағынан алыңыз, тіпті мемлекеттік тұрғыдағы тәуелсіздіктің алғашқы жылында Қазақстанға келген түріктен келген азаматтар бәрі де алғашында қазақ тілін үйреніп, сол қазақпен қазақша сөйлессек екен деп армандады. Бірақ қараса ортасы менің қазағымның өзі орысша сөйлегеннен кейін олар ауып кетті. Ауған жоқ енді. Сол орта сондай болғаннан кейін талапты солайға қарай бұрып орыс тілін үйренуге ме соған бейімделді деймін ғой енді. Көбінесе солай болды. Ал бүгінгі таңдағы ендігі келген адамға осылай талап қойғандығы өте орынды деп есептеймін. Бұрыннан болу керек еді, бірақ ештен де кеш жақсы. Дәл бүгін қолданып, бірақ біздегі бір жаман нәрсе түсінен кейін бастаймыз, соны соңғы нүктеге жеткізбейміз. Бүгін бастап айтуы мүмкін, 1-2 жылдан кейін соны қолданбауы да мүмкін деп сондайға ғана күдіктенемін мен. Ал осыны егер жүйелі түрде сақтаса, заңдарымыз, бізде де жақсы заңдар бар. Бірақ соны жүзеге асуға келгенде оны орындамаймыз. Бағана ғана тілге айтқан кезімде тілге не керек? Және менің қолданыс болу керек. Ең бірінші ата-ана, отбасындағы. Одан кейінгі мектеп. Содан кейінгі біздің жоғарғы жағымыздағы талап болу керек, сұраныс болу керек, қажеттілігін арттыру керек, содан кейін орта қалыптастыруымыз керек. Біздің осы уақытқа шейін тілге орта қалыптастырмаймыз. Біз басқа өзгенің көңіліне қараймыз да сөйлеп кетеміз орыс тілінде. Мен онда тілді сөйлеме демеймін, сөйлесін, бірақ алдымен тұрған елдің тілін бірінші орынға қою керек дегендігін айтамын. Ал мына шығарған қаулыларында, заңында, бастамасына құптаймын, бас иемін. Бірақ тастамайық, бастаған ісіміз тастамайық, осы талапты қоя білейік. Іс жүзінде жалғасын таба берсін дейміз ғой енді бізде. Жақсы, енді қазақ тілі мен мәдениетін зерттеуде деген қазіргі таңда нені ескерген жөн? Мысалы, әлде қазақ тілінде мәселе бар дедік, мәдениетте тағы да бар, әлі насихаттау керек, ол сұранысқа ие да ол нәрсе. Насихаттау талап етеді әлі де. Енді қалай насихаттаған жөн деп ойлайсыз? Осы тілді жарайды ол ата-анадан басталады, тәрбиеденіз, одан кейін мектептеніз, ал енді мәдениетімізді толық сіңіру үшін мысалы. Енді тілдің ар жағында енді мәдениеттегі мәселе бар ғой. Тілдің ең негізгісі түпкісі тіл жаным. Негізгісі түпкісі. Сол тілде дұрыс сөйлеудің өзі мәдениет. Ал ол тілді өзінің дәрежесінде меңгерту үшін қазақтың өзінің басында бұрыннан айтып келе жатқан бесіктің жыры мен ананың әлдейі менен, әжелеріміздің тәрбиесі менен, соны менен тіл өзіне қалыптасады.
егер біздің бүгіндегі аналарымыз мен бүгін қызымызға тәрбиені дұрыс бермесек, қызымызға өзіміздің тұла бойыңыздағы ұлтыңыздан келе жатқан әдет ғұрып салтты балаңыздың бойына, ұл қызыңызға сіңдірмесеңіз, ол бала қайдан алады? Ол балаға ананың ақ сүтіменен, бесіктің жырыменен, ананың әлдейіменен, әжелеріміздің әлпештеуімен бойына сіңеді. Қазақ не дейді? Ол қызыңа әдеп үйрет, білім, тәлім, тәрбие бер, өмір оған сонда ғана күлімдер. Шын сіздің өзіңіздің ұлтыңыздың бойындағы рухани дүниені балаңыздың бойына сіңдіруіңіз үшін сізде ұлттық рухта тәрбие болу керек. Ол тәрбие отбасынан басталады. Отбасынан басталған тәрбие ары қарай жалғасын табу керек. Ол мектепте жалғасу керек. Ол жоғарғы оқу орындарында қалыптастыру керек. Орта қалыптастыруымыз керек. Орта. Мен қазақ ортасында өстім. Енді не болғасын кейін қосып айтып жатқаным. Менің шешем ерте қайтыс болды. Мен 3 жасымда шешем қайтыс болған. 3 ұл 3 қызбыз. Сонда менің әкем марқұм үйленбеді. Қандай қиын кезең жаным. Біздерді жер аударған. Әйтеуір қазақ паналатты, шерге асың, керге киімің жоқ. Алғы шөп бір нәрселер жетіп, бірақ Аллаға 1000 шүкіршілік етем, осы уақытқа шейін жеткізгені. Көкте Құдай, жерде қазақтың арқасында жетіп отырмыз. Мен сондықтан қазақ еш уақытта сонысын ұмытпаймын. Мәңгілікке есімде қалады. Тіпті 1989 жылы қазақ халқына мәңгі қарыздармын деп мақала жазғанмын. 70-ге келгенде қазақ барда мен бармын деп кітап жазғанмын. Сондықтан сол қазақтың соны еш уақытта ұмытпаймын. Ал сол кездің өзінде де қазақ өзінің әдетіне, ғұрпына, салтына ерекше мән берген. Орта қалыптасады. Менің әкем сонда бүйтеді. Сендер сыртта, далада ойнап жүргендеріңде сыртта қазақша сөйлеңдер. Үйге келгенде әзірбайжанша сөйлеңдер дейді. Енді менің әкем тұрған елінің тілін жек көргендіктен айтып жатқан жоқ ол. Ол айтады, үйге келім кетім бар. Енді әзірбайжан бірін-бірімен қалай? Келім кетім бар, содан ұят болады. Мені кінәлайды олар, балаларына жөнді тәрбие бермеген деп. Неге бүгінгі менің қазағым өз жерінде, өз елінде отырып, өзінің баласына отбасымызда мына өзіміздің ұлтымыздың, жанымыздың, дүниеміз, ең рухымыз қалыптасатын осы өз тілінде сөйлемейді жаным. Мен бұрын қазақты үйтіп кінәламаушы едім. Қазір кінәнің бәрі көбісі өзімізден екен. Барлық елде де бар ғой, бірақ дәл біздегідей емес қой жаным. Олардың барлығы да өзінің ана тілдерінде отбасында сөйлеседі. Менің әкемнің осы тәрбиесі, ол тәрбие үшін керек екен. Ол әкемде өзінің де жағдайын ойлап тұр. Егер біз өзіміздің тілімізде сөйлемесек, өзіміздің әдет ғұрпымыздан, салтымыздан хабардар болмасақ, әкемді ертең кінәлайды, балаларына жөнді тәрбие бермеген деп. Ол өзінің де жайын ойлап тұр. Біздің де жайын ойлап тұр, қоғамның да жайын ойлап тұр. Ал неге менің қоғамда, менің қазағымның өзі осылай ойламайды? Бүткіл қазаққа топырақ шашпаймын. Қазақтың ішінде неше түрлілері бар, өздерінің әдетін, ғұрпын, салтын отбасында баласына үйретіп жатқандар да бар, ал былай немқұрайды қарағандар да бар. Осы тұрғыдан келгенде қалай болған күнде де насихаттан артық еш нәрсе жоқ. Қазіргі балаларымыздың тәрбиелеп жатқан қу телефон ғой. Ол насихат қой. Ал бұрын біз бір дастарханның басына отырып, бір табақтан қолымызды салып, етті жей беруші едік қой. Бір дастарханның басында отырып жейді. Қазір сіз балаңызбен бір дастарханда отырасыз ба? Жоқ, сіз дегенде енді жалпы қоғамды айтып жатқаным ғой. Ал соның өзі адамды бір-бірінен алшақтатады. Мына егер қазір бәрі этажды үйде тұрғанда да бәрі бір дастарханнан не қылмайды. Байларының бәрі бірнеше этажды үйлері виллаларда тұрады ғой. Баласы келіп бір жеп, ол тауық несіне тоғырына барып қонып отырған сияқты, ол жоғары шығып кетеді. Осы келіп бір дастарханның басында отырып, үлкеннің батаменен
бата жасап пысмылда деп жемейміз ғой тамақты. Міне осы. Ал енді егер сіз ұлтыңыздың бойындағы бұрыннан келе жатқан әдет ғұрып салтыңызды сақтасаң, міне сонда ғана. Қазақ та айтады, ұлт тірегі ұрпақ дейді. Сіз ұлтыңыздың тірегі ұрпақ болатын болса, ұрпағыңызға ұлтыңыздың тұла бойындағы тұнып тұрған қасиетті соның бойына сіңдір. Ол немен сіңеді? Ол тәрбиемен сіңеді. Ұлт тірегі ұрпағы болатын болса, тәрбиенің тіні қыз дейді. Шын, қазақтың тағы айтады ғой, бір қыз бір ұлтты тәрбиелейді. Бір ұл бір әулетті ғана тәрбиелейді. Енді неге осындай қазақтың ұлы сөздерін біз ұлықтамай, соны өзімізге ережеміз сияқты сақтап, соны ұстамаймыз? Ол сондықтан да біздің өзіміздің ұлтымыздың бойындағы әдет ғұрып салтымыздан алшақтап бара жатқан. Насихаттың өзі сол, өмірде болып жатқан нәрсені біз қолдана білуіміз керек те. Қазақ айтады, өткенді еске алған өскендіктің белгісі, ал өткенді ұмытқан ол өшкендіктің белгісі. Біз шын мәнінде өсіп, шын қазақтың өзінің қазақ атына сай мемлекет болғысы келетін болса, ұлттық әдет ғұрып салтымызды сақтай білуіміз керек. Мен одан тек қана ескіменен ғана жүру емес, бұрынғымен емес. Бұрынғыны естен ұмытпау керек. Бірақ алға қарай жылжуымыз керек. Құдайға шүкір, қазақтың ішінде қазақ данаға да, дараға да кенде емес бай, бірақ сол қазақты ұқсата біліп, көрсете білуіміз керек. Мысалы, маған салса, мына қазақтың ішіндегі осындай білгірлерінің, алғырларын, тапқырларын ұлт болғаннан кейін оның ішінде неше даналары дала. Неге соларды іріктеп, соларды қолпаштап, соларды көтермейміз? Кеше мысалы Егемен Қазақстанда, мен кімнің Қуат Бораштың мақаласын оқыдым. Қандай керемет жан. Қандай керемет. Неге сол қайда жүргенін мен білмеймін. Бұрын мына жерде істеген кезінде де білем. Өзі ұлтына, халқына өз берілген ерекше жан азамат. Сол мақаласында тіл туралы да қандай керемет жазған. Неге сондай азаматтарымызды біз қолдап қолпаштап өзіміздің елімізде мына қоғамға іске асыруға іріктеп пайдаланбаймыз? Осындайда да менің, ондайда да таланттылардың, талантты адамдардың талабын қайтармау керек. Біз соған қолдаушы болуымыз керек, қанат қақтыруымыз керек, қыран қанатты қанатын қайырмауымыз керек. Осы тұрғыдан келгенде біздің небір даналарымыз сыртта жүр. Неге олар сыртта жүреді? Неге біз соның не қылмаймыз? Алғашында мемлекет басшысы айтып еді, солардың барлығын келтіреміз, елге шақырамыз дегендегі кеше ғана Бораштың, Қуат Бораштың мақаласына не қылғаным ғой. Оның ерекше бір білгірлігі, түсінігі бол. Өйткені ол өзінің отбасынан жақсы тәрбие алғандығы дейін. Тәрбие тал бесіктен басталады деп босқа айтылмаған ғой. Қазақтың сөзі ұлылығы да бар. Соны ұлықтамай жүрміз, соны өмірге пайдаланамай жүрміз. Әрбір сөзінің өзі, мақал мәтелінің өзі қандай керемет. Маған салсаңыздар, бүгінгі таңда сіз мектептерде мен қазақтың батырлар жырынан оқытар едім. Ертегілерінен, аңыздарынан, аталы сөздерінен, қандай ғажап сөздер. Не үшін, мысалы, Қызылорданы біз сыр елі, жыр елі дейміз. Ал сол фольклор қазақтың. Қазақта ауыз әдебиеті қазақтай дамыған жоқ. Қазақтың сөненген мына байтақ даласы қандай кең болса, тілінің байлығы да сондай. Ахмет Байтұрсынов та айтқан ғой, байтақ жерде, бай тілде қазақтікі деген. Енді қазағым сол байтақ жерге ие болып, бай тілін баянды етуіміз керек қой. Ол үшін тек қолданыс керек. Қолданыс аясы кең болса, ол дами түседі өз-өзімен. Өзімен өзі. Енді оның сырттағына, онсыз да сырттағына алу керек. Тіл сонысымен дамиды. Тіл сол сырттан алғанымен, бірақ қазақтың тілі бай, шұрайлы тілдер. Барлық тілдің, енді өзім салыстырмалы түрде айтқанда, айтады ғой енді, менен бұрынғы ғалымдардың да айтып кеткен. Араб тілі басы тіл. Парсы тілі тәтті тіл. Түріктің тілі өнерлі тіл. Сол өнерлі тілдің ішіндегі ең шұрайлысы, ең құнарлысы, ең құндысы, ең сом алтындай сом сақталған қазақтың тілі. Тіпті қазақтың тілінде бұрын мен
ғылым академиясында істеп жүрген кезінде де сондай айтатын. Қазақтың тілінде диалекті бар деуге болмайды. Қазақтың осы байтақ даласын қай бұрышына барсаң да бірін-біріңменен ұғысасың, түсінісесің. Өйткені қазақтың тілі таза бұрыннан ата бабасынан сақталған. Сенен кейін қазақ мына табиғатқа жақын, жерге жақын. Ол жерге жақындығы қысқы жайлау, қыстау, жаз жайлау, соның өзі табиғатты өзіне қара жақын тартқандығы. Солды жүргенде де еркін жүріп, еркін өскен. Ататүріктің керемет сөзі бар. Ататүрк айтады: дүниедегі адам баласына ең қымбат нәрсе еркіндік, теңдік. Сол еркін болған жерде. Ал енді біз тәуелсіздікті мысалы алдық, еркіндік дедік. Енді олай болатын болса, тілімізге де, әдетімізге де, ғұрпымызға да сондай еркіндік, теңдік болу керек. Содан Ататүрк айтады, елге сол теңдік, еркіндік болу керек, халыққа қызмет ету керек. Халыққа қожалық етуге болмайды, халыққа қызмет ету керек. Қызмет еткен адам халыққа қожалық жасауына болады деген. Сондай, ал бізде енді қызмет етпей қожалық жасап жүргендер де бар ғой дегенім ғой. Өте жақсы. Енді қазір енді мынандай бар да, жастарымызда кейбір жаста енді бұлар көріп отырасыз ғой, енді еліктеушілік бар кейбірлері енді дінге бет бұрғандар да бар, енді асыра діншілдер де бар дейміз. Қоғамда мысалы зайырлы мемлекет болған соң түр-түрі бар ғой енді қазір топтардың. Енді сол кейбір топтар бар, асыра діншілдерге келсек, енді осы сіз айтып отқан мәдениетті, бағанағы әдет ғұрыпты, тілді де мысалы бұрмалаушылықтарға жол беріп жататын көреміз. Енді мысалы шүкір деп айтпаймыз, оны басқаша арабша айту керек деген сияқты бір кейде пікірлерді айтып қалып жатады. Мысалы өнерімізді де харам деп жатады. Енді осыған қатысты өз ойыңызды айтсаңыз. Біздің қазір жастардың арасында талаптылары да, таланттылары да бар жай. Біз тек соларды түсіне білуіміз керек те, ілгері тарта білуіміз керек. Ал енді мынау дін жағына келгенде, өзі дін деген нәрсе менің түсінігімде жаным, әрбір адамның жұдырықтай жүрегінде болу керек. Ол хадисте де бар ғой, адам баласының бойында жұдырықтай бір кесім ет бар. Ол жүрек. Жүректің еті қандай таза болатын болса, адам баласы да өзінің сондай таза болу керек. Адал болу керек. Тазалыққа, адалдыққа, шындыққа еш нәрсе жетпейді. Күннен кейін өзіңнің ұлтыңа, адам баласына тағдыр қандай адами асыл қасиет дарытқан, соны ұстай білуіміз керек. Дінді жаңағы айтып отырмын ғой, жүректе. Мен де діншілмін емеспін, бірақ Құдайға шүкір, өзімнің ата бабамнан келе жатқан әдетімді, ғұрпымды, салтымды, дінімді сақтаймын. Адам баласының ең негізгі қасиет не болу керек? Адам баласы өзгеге қиянаттық жасамау керек. Неден басқа біреудің жат қылықтан аулақ болу керек. Жаман қасиеттен аулақ болу керек. Қазақ өзінің баласын 3-ақ сөзбен тәрбиеледі ғой жаным. Жаман болады, обал болады, ұят болады. Ал енді біздің жаман болатын нәрсе жасасақ, жат ұлтқа, жат қылық, ұят нәрсе жасасақ, жалаңаш жүрген ұят емес па? Қай жерде жазылған жаным? Қай жерде жазылған? Мысалы, ненің басыңды оранып, бетіңді жауып, көзіңді ғана сырғайт деген қай жерде бар? Бір өмірдің адам баласының жаратқаннан кейін тағдырның жаратқанда адамды өзгеден ерекше қылып жаратқанда несімен өзгеше ерекше қылып жаратып тұр? Тілімен өзгеше. Тағдырдың адам баласына тартқан сыйының ең құндысы да осы тілі. Олай болатын болса, сенің ата бабаңнан келе жатқан сен әдетіңді, ғұрпыңды, салтыңды неге сақтамайсың? Бүгінгі дінге мынандай беріліп, орынсыз сақал қойып, орынсыз оранып, орынсыз қылық жасағанды мен жөн көрмеймін жаным. Енді оған не беру керек? Оған біз бағыт бағдар беруіміз керек қой. Қазақтың мен әрбір сөзін өзіме бағдаршам ұстаймын. Неге сол сөзімізді өзімізге, ойымызға өзек етпейміз?
менде қазақтың қаймағы бұзылмаған қазақтың арасында мен өстім ғой. Мен сонда қазақ қызын қалай қадірледі жаным. Қазақ қызын қалай ардақтайды. Қазақ қызын ең ақыры есікке отырғызбайды ғой. Бар көретін қызға әкесінің үйінде деп төрге отырғызады ғой. Біздің мысалы мен Түркістанда оқыдым. Түркістанда оқыған кезімде Ахмет Яссауиден су менен топырақ әкелетінмін. Менің қазағым сонда бәрі жиналып, соны ана суды бөліп ішіп, топырақты бөліп алатында судан ауыз тиіп, соны ерекше мен келгенде ортаға алып, бір ауылымда той болатын сияқты болады. Енді олардың барлығы қысқа шалбар киіп, болмаса сақалды далын салып, жасына келген кезде сақал қоятын үлкендеріміз. Қазіргі жап-жас жігіттер, жап-жас балалар сақал қояды. Адам өзіне жарасымдылығын жасау керек. Қазақ керемет айтады ғой тағы, жүздің көркі сақал, сөздің көркі мақал дейді. Ал неге біз жап-жас болып ана сақалды қоямыз, неге мақалды қолданбаймыз? Неге сол мына сақалды өзіңе жарасымды болған кезде, жасыңа келген кезде қой дегенде, неге соны тыңдамаймыз? Неге біз өзіміздің ата-бабамыздан келген әдет ғұрып салтымызды сақтамаймыз? Қазақ бала кезінде айтып отырмын ғой, қызды сонда еркін ұстап, қыз бенен келіннің арасындағы айырмашылықты да тіпті қыздың басына қызыл орамал ақ салмайтын. Мен осы уақытқа шейін Құдай алдында арым таза, мен сондықтан сол ненің бір жаққа барғанда да орамал салғанда мен басыма салғызбаймын. Өйткені мен ауылым көрсе, мен мынау тұрмыс құрмаған, неге орамал салып алды деп айтады ғой деп соны. Неге мен қазақтың әдет ғұрпын салтын сақтағанда, неге қазағым өзінің әдет ғұрпын сақтамайды? Анаған бір жалтақтайды, мынаған бір жалтақтап, соның ізіменен кетеді. Ол біздің неден жаным? Біздің еліміздегі идеология, тәлім, тәртіп мықты болу керек. Дін жолындағы жүргендерімізді, өте білімділері де, сауаттылары да керемет, жақсы бар. Мысалы, менің бас мүфтиіміздің өзі Наурызбай Тағанұлының қандай керемет жазған кітаптары, сөйлеген сөзі, айтқаны, елге жеткізгені, өзіне жарасымды киініп сөйтіп жүргені қандай жақ. Неге сондайдан үлгі алмаймыз? Мына қаламыздың Төле би қандай жақсы сөйлегенде, сөзден құдіретті еш нәрсе жоқ. Сөз деген тас жүректі де жібітетін сөз. Тіл кие, сөз құдірет. Сондықтан соны білуіміз, түсіне білуіміз керек, ұғына білуіміз керек. Жаным бізді түсіндіру, насихаттау, жеткізу санасына. Мына кеше бір кісі айтты, ненің Шыңғыс ханның сөзі деп. Мен енді бұрыннан айтып жүрмін, бірақ мен қазақтікі деймін деп сөйтіп айтып жүрмін. Қора толған қой бер, бесік толған бала бер, ол балаға сана бер, сана бермесең шетінен ала бер. Не нәрсе жасасақ та бір саналы түрде. Алланың біздің санамызға бергені, ол тәрбие арқылы әрбір жанның жүрегіне ұялатқаны, санасына сіңдіргені солай етуіміз керек. Сонда ғана болады. Ал мен бүгінгі еліміздегі анаяқтан келген, мынаяққа келген, Сирияға барған, Сириядан келген Ақтөбенің халқын мен ерекше бағалайтынмын. Өйткені меніменен бірге оқыған бір қыз, жетім қыз, соны Ақтөбенің бір жігіті үйленді, тойын өзім басқарғам. Керемет ана қызды келін қылып түсірді, бірақ келінде емес, еркін қыздай қылып өсірді. Сол үшін мен ненің Ақтөбенің халқын ерекше жақсы көретінмін. Қазір Құдайдан жасырмағанда адамнан жасырмайын. Мен Ақтөбенің халқының барлығына топырақ шашпаймын, бірақ ана сақалдылардың көбейткен. Өзім менен бірге оқыған бір қыз, баласы да шағасы да ескенімді айтып тұрып. Мәшір Жүсіп айтады ғой, ненің білгенімді мен айтпасам жаным, көргеніңізді сіз жазбасаңыз, сонда біз қайдан білеміз бұл қазақтың болғанын барын. Сондықтан ана жаңағы менімен бірге оқыған қыз бала шағасыменен жаңағы дінге, басқа дінге өтіп, сөз сондай болып жүр. Енді сол ата-бабамыздан жоқ нәрсені біз мысалы Құран оқытамыз, ас береміз, ненің ақ жуып арулап қоямыз, одан артық не керек? Өзі ата-бабамыздан келе жатқан
Жоқ, мен мына қазіргі ана діндердің арасындағы неше түрлі дінді сіңіріп бөлшектегенді дұрыс көрмеймін. Жақсы, Асыл ханым, көп рахмет сізге сұхбаттарыңызға. Енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні болса, енді жалпы осы бағана айтып жатқан мәселелер шешілу үшін қандай қорытынды пікір айтар едіңіз, жалпы жастарға айтар ақылыңыз? Мен жастарға айтатын ең негізгі түйінді ойым, ата бабамыздан келген адами асыл қасиетті әдетімізді, ғұрпымызды сақтайық. Тағы да қайталаймын, қазаққа өзінің дарқандығы даласынан дарыған, тектілікке бабасынан жарған. Сол ата бабамыздан келген әдет ғұрып салтымызды сақтайық, заманымызға қарай ілгерілейік, жақсының бәрін алайық, жаманнан жиренейік. Сол сөйтемде мен мына елімді көктегі, жердегі апат, бәле жаладан сақтасын. Елімнің, топырағымның тұтастығынан айырмасын. Елімнің бірлігінен кетірмесін. Елімді даласымен, халқымды данасымен, сәбиді анасымен, азаматтарымызды санасымен сақтасын. Ол сана ұлттың бойындағы рухты саналы болсын деп соны тілеймін. Ол үшін біз ата бабамыздан келген қасиетті сақтай білуіміз керек. Оны тіліміз арқылы жеткізе білуіміз керек. Бүгіндегі балалардың кітап оқымай жатқанына мен соғанда, енді бұрынға қарағанда қазір бар, бірақ артық білім кітапта деп Абай айтқан. Сол кітапты көп оқиық. Біз бала кезімізде мектепте жақсы оқығанымызда, жақсы оқыған балаларға мақтанбаймын, мақтаныш етіп айтам, кітап беретін. Біз ол кітапты алып оқып бітіргенше асығатығымыз. Сонан кейін сол кітаптың ішіндегі мақал мәтелдерді, жақсы тіркестерді сызып тұрып жазып алатығымыз. Міне содан кейін бұл өмірде қолданатымыз. Мен әлі де осындай радио, телевизордан бір жақсы қазақтың сөзін естіп жаңаша еткен. Ақылды, саналы болуымыз керек. Ақыл күнде керек, ай түнде керек, ақыл күнде керек. Сол осы ақылдың ұлтыңнан бұрыннан келе жатқан ақыл сат. Дананың данасы қазақтың өзінде жатыр. Сол ата бабамыздан сақтайық. Мына қазақта ақын көп қой жаным. Иә. Бірақ хакім біреу ақ қой. Абай ғана. Абай. Жалғыз. Қазақта кемеңгер де, Алашта кемеңгер де, данасы да көп. Абай жалғыз. Әлемде философ көп, Абай дара. Сол дараның ішіндегі дана болып тұрған Абай. Бір Абайдың өзінің, егер Абайдың айтқан сөзін біз ұғып, тыңдап, өмірімізде әрбір сөзінің өзі қандай керемет. Абайдың айтқан толық адам болсын деп, мен бүгінгі жасымнан қазақ деген халықтың атына кір келтірмей, сол қазақты асқақтатса деп, соны ғана мен тілеймін де, өтінемін де, білімді болсын, саналы болсын, сауатты болсын, халқының бойындағы адами асыл қасиетті жұдырықтай жүректің төрінен орын алдырып, соны өмірде қолдана біліп, өзгеге көрсете білу керек. Қазақ деген міне мынандай деп көрсетсе екен деймін. Көп рахмет, Асыл. Ұлттың мына оңнан солға, солдан оңға қарай оқылатын сөз көп. Бірақ ұлт атауына келгенде Алланың өзі қазақтың өзін дана айрықша жаратқан. Сол қазақ деген сөзді оңнан солға да, солдан оңға да оқығанда бірақ мағына береді. Соның өзін асқақтатайықшы, соны сақтай білейікші. Сіздер қазақпын деп мақтаныңыздар. Мен қазақстандықпын деп мақтанайын, мақтанышта болайық. Көп рахмет айтқаныңыз келсін, Асыл ханым. Сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет сізге. Рухани әңгіме айтылды, біраз мәселелер көтерілді. Енді осы жетер жеріне жетіп, естуші құлаққа сіңе берсін. Сізге де сәттілік. Көптен көп рахмет. Мына журналистер мұрындық болу керек. Сұрақтарын қойған сұрақтарың орнықты сөзді. Енді мен кейбіреуіне бірінен асып біріне кетіп жатырмын. Өзім мана ойымда болған дүниені
ана бәрін айтқым келеді, содан кейін бірін-біріне ауыстырып сөйтіп кеткен, қойған барлығы сұрақтарың тамаша, бәрі жақсы. ненің Көп бәрі жақсы, сөз саптауың да бұрын енді телевизордан көргенімде де сондай. Енді бүгін келіп дәл өзіңізбен кездесіп, осылай сұхбаттасып отырғаныма сын сағыныш та бір бақыт дейді, мен үшін бақыт. Сізде мұндай сөздерді есту мен үшін үлкен мәртебе. Көп рахмет. Ал құрметті көрермен, осымен біздің сұхбатымыз тамам. Келесі жүздескенше аман сау болайық.